Достар, қызықты әрі ең қауіпті мамандық қайсы білесіздер ме? Ерекше мамандық иелері бағдарламасының бүгінгі шығарылымында біз сол туралы айтатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Міне біз айтқан қызық әрі қауіпті мамандық иелері ол құтқарушы сүңгуірлер. Өздеріңіз білесіздер, қандай жағдай болса да адам жанын құтқару үшін уақытпен санаспай су астында қауіп-қатерге төтеп бере алатын бірден бір мықты маман иесі. Мынаны айтыңызшы, суда жүзу маусымы әлі басталған жоқ, су салқын, сіздерге шұғыл шақыру түсті, күнде салқын, сіздер не істейсіздер? Біздерде құтқарушылар 24-7 сағат дайын. Өйткені біздерде жаңағыдай өзіңіз айтқандай күн салқын болса да құтқарушылардың арнайы киім бар. Өйткені ол екіге бөлінеді, қыстық, жаздық деп. Осы кезде біз әлі қыстық киім мен жаздық киім пока бірге тұрып, машиналарда дайын тұрады. Сол себепте күннің салқындығына, күннің ыстығына қарамаймыз. Қай кезде құтқару жұмыстарына, іздестіру жұмыстарына дайын. Жалпы судан зардап шеккен жандарға қандай көмек көрсетесіздер? Егер суға зардап шеккен адамдар болса, оларға алғашқы медициналық көмек көрсету, судан тасымалдау жұмыстары жүргізіледі. Өзіміздің арнайы мамандарымыз бар. Келген құтқарушыларды оқытамыз. Алғашқы медициналық көмек көрсету бойынша, суда зардап шеккен адамдарды қалай тасымалдау бойынша арнайы өзіміздің сабақтарымыз бар. Сол сабақтар арқылы осы зардап шеккен адамдарға көмектесеміз. Құтқарушы сүңгуірлер кез келген жағдайда нені білу қажет? Кез келген жағдайда құтқарушылар төтенше жағдай орнына барған кезде дұрыс шешім қабылдай білу. Төтенше жағдай, мысалы, құтқару жұмыстарына барған кезде бірінші өзінің қауіпсіздігі, екінші адамды қалай құтқару бойынша дұрыс қабылдап, шешім қабылдай білу керек. Адам өмірін сақтап қалу, оларға көмек қолын созу, жалпы ол үлкен сауапты іс. Дегенмен сіздер өздеріңіздің өмірлеріңізді қауіп-қатерге тігесіздер. Әріптестеріңіздің арасында судың қатты қысымынан, тым тереңге сүңгігеннен денсаулығына нұқсан келгендер бар ма? Ондай оқиғалар өкінішке орай болған жоқ, әлі болмай-ақ қойсын да, бірақ өзіміздерде күнделікті сабақтар болады, өтетін техник қауіпсіздік ережелері, нұсқаулықтар жүргізіледі. Мысалы, іздестіру жұмыстарына барған кезде де, мысалы, өзіміздің тәртібіміз бар, қауіпсіздік ережесін сақтап, сол бойынша жұмыс жүргізіледі. Осындай қарбаластың арасында жүріп, бірін-бірімен табысып жатқан, шаңырақ көтеріп жатқан жұптар бар ма араларыңызда? Бар, ондай құтқарушылар қазіргі таңда осы жерде бізде де жұмыс жасайды. Құтқару бөлімшесінің басшысы Бүркітбаев Самғат деген іштегі құтқарушы диспетчер қызбен үйленіп, бір шаңырақ астында өмір сүріп жатыр, жақсы. Ондайлар кездесіп тұрады. Іздестіру құтқару барысында қызықты оқиғаларыңыз болса айта отырыңызшы. Иә, ондай жағдайлар көп қой негізі құтқарушылардың арасында да. Бір мынадай жағдай болған. Осы 112 пультіне хабарлама түседі. Бір адам белгісіз бағытта Саңырауқұлақ теруге шығып кеткен үйінен. Сонымен бүкіл құтқарушылар департамент бар, ерікті құтқарушылар бәрі жиналып іздеген ғой. Кешке дейін іздеген. Енді кешкісін іздестіру нәтиже бермеген, табылмаған жаңа адам. Сосын кешкісін общий не өтеді, собрание өтеді, осындай суретін көрсетіп, осындай жыл туылған адам, осындай суреті, осындай WhatsApp-қа, әлеуметтік желіге жариялайық. Может, біреу кездесіп қалар десе, сөйтсе іздеп жүрген адамның арасында жаңа адам жүр дейді. Мына мен ғой деп. Сөйтіп сондай жағдай болған, қызық. Құтқарушы сүңгуір мамандығын таңдаған жастарға қандай ақыл кеңесіңіз айтасыз? Ісіне адал болу керек, өзінің жұмысы маманы болу керек қой. Айтады ғой, президент айтқан жоқ па? Елбасы кезінде де. Көше сыпырсаң да өз жұмысында адал атқар деп. Сол сияқты әркім өз жұмысына адал болу керек. Дұрыс жұмысын жақсы көріп жұмыс істеу керек. Сол кезде жақсы маман, жақсы құтқарушы шығады. Достар, қазір құтқарушы сүңгуірлердің жұмыс барысындағы әрекетін көретін боламыз. Мұқият болыңыздар. Құтқару жасағы кезекші Ақаева. Жақсы қабылданды. Арал 10-шы, аралға жауап беріңіз. Айланды Арал 10-шы. Қызылорда қаласы Тасбөгет кенті Сталин каналына тұран газысына бір бала суға кеткен жөнінде шақырту түсті. Ауданда аталған мекендегі 4 құтқарушысы, бір техника сүңгуір құрал жабдықтарымен шықты. Қабылданды. Жол жүру ережесін және техника қауіпсіздігін сақтаңыздар. Қабылданды.
Міне көріп тұрғандарыңыздай құтқарушы маман үшін шапшаңдық өте маңызды екенін түсінесің. Әрбір жұмыс барысында олар психологиялық, физикалық тұрғыда өте дайын болу қажет. Мейрамбек аға, егер де олар су астындағы ережені қатаң түрде сақтамайтын болса, қандай да бір ауруларға ұшырауы мүмкін ба құтқарушылар? Әрине, ондай жағдайлар қауіпсіздік ережесін сақтамаса ауруларға ұшырауы мүмкін водолаздардың. Мысалға судың астында тереңдікте 10-15 метр тереңдікте тез өз жылдам шығып кеткен жағдайда өзінің қанына майда пузырьктер пайда болуы мүмкін. Ол білінбейді, жаймен келе ол буынға, миға теріліп қалған жағдайда адам паралич болып қалуы мүмкін. Өкпесі мысалға жарылып кетуі мүмкін. Құлағы жарақат алуы мүмкін құлақтан. Сол себептен судың астында неғұрлым асықпай жай жұмыс істеу керек құтқарушылардың. Ең бірінші талабы қауіпсіздік ережесін қатаң сақтау керек. Денсаулығы өте жақсы болады. Міне достар, құтқарушы боламын деген таныстарыңыз болса, достарыңыз болса, осы жоғарыда айтқан мәселеге мұқият болғаныңыз абзал.